Бала мектепке тек баға үшін келмейді. Ол өз бойындағы мүмкіндігін тану үшін келеді. Сол мүмкіндікті бірінші көруге тиіс адам мұғалім. Өйткені әр оқушы бір тағдыр. Директор, бағдарлама, тіпті саяси жүйе өзгеруі мүмкін. Бірақ мұғалімнің кәсіби жауапкершілігі өзгермеуі керек. Баланың қасында сол сәтте министрде, директорда емес, мұғалім тұрады. Оның сөзі не сындырады, не көтереді. Кәсіби ұстаз төмен бағаны үкім етпейді. Себебін тауып, баланың қабілетіне мүмкіндік береді. Ұстаздың шеберлігі өткен тақырыппен емес, ашылған баламен көрінеді. Қатесіз мектеп кәсіби мұғалімнен басталады.